Саламатсыз ба балалар? Саламатсыз ба? Балалар, көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Балалар, мен сендерге жұмбақ жасырғым келіп тұр. Қабат-қабат қаптама, ақылың болса аттама. Бұл не екен балалар? Кітап. Жарайсыңдар. Балалар, бүгін біз кітап бұрышына келдік. Қараңдаршы, бізде көптеген кітаптар бар. Кітаптар әртүрлі болады. Жұқа, қалың, үлкен, тағы кішкентай. Да, балалар? Балалар, кітапта не туралы жазылған? Ертегілер, дұрыс, мақал-мәтелдер, солай ма? Нақыл сөздер жазылған кітап туралы. Кітапты балалар, біз оқығанда біліміміз артады, ой-өрісіміз кеңейеді. Дұрыс айтасың, Ернұр, тіліміз дамиды. Балалар, кітап туралы тақпақ кім біледі екен? Мен. Айтамын. Кітап сенің қазынаң, кітап сенің жан досың, біліміңді асырар, кітап сенің баққышың. Жарайсың. Ал балалар, бізде мақал-мәтел кім біледі? Мақал-мәтел. Айтамын. Кітапты сүйіп оқы, кітапты түйіп оқы. Жарайсың. Нақыл сөздер білетіндер бар ма? Мен. Айтамын. Кітап жансыз, бірақ шынайы дос. Дұрыс, кітап жансыз, шынайы дос дейді. Балалар, кітапты біз қалай ұстауымыз керек? Таза ұстауымыз керек. Таза ұстауымыз керек. Оның болмауы керек. Дұрыс. Жыртуға бола ма кітапты? Болмайды. Дұрыс айтасың. Жерде жатса не істейміз оны? Кітап бұрышына қою керек. Дұрыс айтасың. Ол жерде жатса көтеріп, кітап бұрышына қоюымыз керек. Апай, менің анашым маған ертегі оқып бермейді. Мен ертегі көргім келеді. Ернұр, сен кітап ертегі оқып бергенді жақсы көресің, солай ма? Иә. Анашың ертегі оқып бермейді. Олай болса, балалар, қараңдаршы, бізде тек қана кітап емес, мобильді кітаптар да бар. Балалар, міне қараңыз, көптеген. Олар балалар QR-код арқылы ашып қарауға болады. Жаңа заманауи, жаңа технологиясымен шығарылған. Балалар, ертегіні көреміз бе? Иә. Сіздер осылай өздеріңіз қарай берсеңіз болады, анашыңыздың қолы тимесе. Міне қараңыз балалар, QR-кодты ашамыз, YouTube-ты басамыз, қалаған ертегіні сіз қарай бересіңдер. Міне, ай мен жұлдыз ертегісі екен. Міне. Ай мен жұлдыз. Ертеде бір орман тоғайлы тауды мекен еткен шал мен кемпір болыпты. Олардың жалғыз қызы бар екен. Қыз бір күні жемшедек теріп жүріп, ұзап кетіп, қайтар жолынан жазып, адасып кетіпті. Адасып жүрген қызға бір кемпір кез болып, қызды үйіне ертіп апарады. Барған соң кемпір: «Балам, мен бір жерге барып келмекші едім. Сен мына үйді тазалап қой». Міне балалар, сіздерге арналған базарлығымыз. Өздеріңіздің қалаған уақытыңызда сүйіп тыңдайтын ертегілеріңізді осы QR-код арқылы көре аласыздар.